қалған кезде қасыңыздан кім табылды? Папама күтім керек. Папамды үйлендірейік. Давай. Жұмысыңдар ма? Сөйлейфа. Естеріңде болсын, мен сендерді қандай болсаңдар да жақсы көремін. Я ведь знала вашу жену. Такая приятная женщина. Была. Раз, два, три. Ана. Ей! Осы жерін сразу қойып Ja, бір сұрақтарыңыз болса. Амандаспаймыз ба, достар? Сәлем, құрметті біздің 4 көрермен. Сәлем, достар. Сіздермен Қызым подкасты. Оның жүргізушісі мен Жазира Еркін. Және менің қасында керемет орта достарым, әріптестерім, сыныптас фильмінің керемет автор, сценарист, актер Медет. Медетжан! Медетжан ағай. Арамызда керемет ару. Жалғыз ару. Деп мен десең. Жалғыз ару. Жалғыз ару. Дәке десең ойнайды. Дарикорн алдарыңызда. Қош келдің. Мансеп, январда демалысқа кетпеңдер, ол өзіміз отыр екенбіз ғой бейшара. Алматыда кім қалсын бәрі жинап алыпсың ғой дер. Кім болсын деп бейттік қой. Таиландта, Пхукетте, Балида, Вьетнамда бәрі қыстақты жүгіндер. Көріп аттық, иә. Аман есен келіңдер, иә. Я бос жүргеннің бәрі подкастта. Солардың бірі 30 мың адамды басқарып үйреніп қалған. Дәке! Қош келдің. Жақсы айтты. Thank you, халқым. Әдемі кетті ма? Өте әдемі, сен Жазира всегда күшті жазасың. Сынам болсаң. Қызым деген тақырыпқа кім шақырам деп ойландым да, сосын Асқарды шақырдым. Асқар, қош келдің. Неге Асқарға шапыла алмайсың? Көре алмайсың ба? Негізі араласпайсыңдар ма? Халықтың ерке баласына қатты сөйлемейміз. Жаңағын сұрашы. Нені сұрайым? Подкаст Қызым туралы. Подкастқа шақырдың Жазира, мысалы шақырдың. Медетжанның қызы бар, дочкасы бар. Даридің дочкасы бар. Асқардың дочкасы бар. Асқардың прошлый бар. Біз екеуміз не істеп отырдық подкаст сайты сұрақ. Екеуміз жүріп жүрген қыздар туралы сөйлесеңіз бе, или сіздер сондай қызым деген дочка тақырыпқа қандай болды? Жоқ, бұл былай. Жақын арада 29 қаңтардан бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларына Қызым фильмі шығады. Ол жерде әке мен қыздың арасындағы өте тонкий байланыс туралы фильм болады. Өте терең мағыналы, комедиялық элементтері бар драма. Бұрын әкелерін қызымды беркелетпеген ой явно ондай. Неге? Ойбай жаман еркелет. Мен еркелетеді. Қызымды бе? Мен. Жоқ, Асқар, сені неге қызым дейді? Кешегі мойындағы цепочкасы. Ракушка цепочкадан кейін. Ракушка цепочка тағып жүргеннен кейін папан қателеспеді деп ойлаймын. Мен қызым туралы бір факт айтайын ба? Мен идеялар қыз болып туылады деп ойлағанмын. Қойш? Идеялар қыз болып туылады деп ойлағанмын. ОЗД деген типа. Қандай ат қоям деп Сен ойладым. УЗИ-ға түскен кезде пранк жасағансың ба сонда? Тығып тұрғам. Табылмай жатыр. Тығып жасырып тұрғам. Ой, тығатындай жоқ қой, қойшы тәге өйтін ағымай. Елдің бәрі сен ғой дейсің басқа. Қыз айтсалы. Ол енді жарайды. Ауыр шуткалар болады. Жоқ, қараңыздар. Бағана рек басылмай тұрып, одан да жаман шуткер болды. Қазір мені жаман қылып көрсетіп керек емес. Сөзі ауыр екен, жүрекке жеткен сәтте. Қыз болады деп туылады деп ойлағанмын. Есіміңді кім қоям деп ойлады үйдегілер? Жоқ, есім емес, мен қыз деп ойлаған ғой, мен андай УЗИ көрмеген кажется. Сөйтіп үйдегілер розы пеленкалар дайындап келген ғой, кәдімгідей колготкалар. Маған қолына салып жіберген ғой, ше. Ол жылдар. И мен уа деп шықпаймын ба? Розы пеленкамен шыққан фото бар менде. Серьезно ма? Ол кезде УЗИ деген болмады ғой. Болмады. Іштің шығуына байланысты зерттеген ғой, андай қатты шығып тұрса қыз болады. Бізде Болмаған. УЗИ танушы. Болған. 21 жыл емес, 98 98 УЗИ болды ғой. 4-1 отырмын, осы тұрғанда. Бізде УЗИ танушы, кіндік танушы. аяғы бар. Тебе бермеші менің орындығымды. Бойбай тып-тыныш отырып қой. Сол. Бүгінгі тақырып. Еу отыр. Жоқ, қараңыздар. Жан-жақсан Жоқ, қаржы саны жағы үндемей отыратын еді.
Күле берме, не туралы айтайық? Енді Тақырыпқа қараңыздар, оралайық. біз фильмді өткен жылы Екібастұзда түсірдік. Вау, Білесіздер? білеміз. Петропавл. Барып көрдіңдер ма? Жоқ, барып көрмедік, бірақ Естігенбіз. суық. Не білесіңдер, ал айтыңдаршы. Екібастұз туралы ма? Петропавл Өте салқын. солтүстікте. Солтүстікте, Екібастұз Қысқар солтүстікте. отыршы. Сен не білесің деп Все, ренжіме. Иә, солтүстікте сосын Екі адам тұрған ғой ол жақта. Петр и Павел Бастары ма? тұз болған ғой, сосын екі бастыздық. Андай болып кетпейікші. Давайте. Серьезно, кішкене салиха болып тредста ертең осылар ақ жиналып алып бір бәле деген әңгіме керек емес кішкене. қоям сен туралы ешкім өйтіп айтпайды. Жоқ, енді сол үшін соның алдын алып жатырмын да. Негізі барлығы жақсы, салихалы, тоқыған адамдар ба? Просто сондай. Иә, жақсы Қызым дейді бәрі. фильмі осы уақытқа дейін қозғалмаған тақырыпты қозғайды да негізі. Әке мен қыздың арасындағы байланыс өте маңызды екендігі туралы. Енді сен жақсы білетін Өте шығарсың. жақсы біліп тұрмын қазір. Сен қызың қаншада? Менің қызым 3-тен асты қазір, 4-ке жақындап қалды. Есімі? Есімі Медина. Қалай отношениең қалай қызға? Иә, үйге келген кезде сол есіктен жүгіріп, сразу ана есікті кілтті ашып атқаннан бастап, деп арғы бастан айқайлап келіп күтіп алды. Сенің қызың туылғанға дейінгі бір және туылғаннан кейінгі үш айырмашылық бар ма? Ең басты үш айырмашылық. Одан көп ол айырмашылық негізі. Ең бастылары. Бұрын айтатын еді ана үйде қыз бар, үйде береке бар дейді. Шынымен ақ андай қыз Медина дүниеге келгелі бері кәдімгідей берекелі болып. Ол қалай сезіледі? Үйде жазылып тұрады, сіз кірген кезде береке деп әр жерде. Жаңа ол бұрын мысалға қызы туылғанға дейін сериал ғана берекелі деген қалай барлық жағынан ғой, короче. Берекелі деген, береке деген сөз білесіздер ғой? Береке деген таныстарың, достарың бар шығар, магазиндер бар. Сондай ғой, өте берекелі үйдің іші. Так, біріншісі кетті. Иә. Сіздің? Одан кейін үйге келген кезде бір емес екі қыз күтіп алатын болды ғой. Екі жақтан таласып. Сол кеп қанша шаршап келсең де шынымен қандай кішкентай қызыңды құшақтап бәрін ұмытып кетесің. И еще мамасына қарағанда маған жақынырақ. Любой время бір нәрсе болса маған жүгіріп келеді. Мамасына емес, маған келеді. Қыз бала деген әкеге жақын болып келеді ғой. Иә. А вообще қызды еркелетіп өсіру дұрыс па вообще? Қалай ойлайсың? Қаншалықты еркелету керек? Или оның диапазоны жоқ па? Негізі еркелетіп өсіру керек қой. Барынша махаббатыңды беріп, мейіріміңді беріп, жақсы көріп, енді қолымнан келгенше барынша күніге қуантуға тырысамын. Андай бір сыйлықтар алып кеп, тәттілер алып кеп, ойыншықтар алып кеп деген сияқты. Өзі заказ беріп жүреді ішінде. Маған мынандай нәрсе керек деген. Білеміз ғой, сен қойшы. өтірік істеп отыр. Кісілермен араласпаймын. Жоқ, осы әңгімені рас өтірік екенін кейін сұхбаттың соңында бір кісіні студия қонаққа шақырып сұраймыз. Хорошо, сұраймыз. Жоқ, шынымен де кім медиттен қатты білінеді, потому что кез келген предпоказ болсын, не болсын, постоянно қасында жары жүреді. И кішкентай қызын ертіп жүреді. Даже қазіргі съемканың өзіне сахнаның камераның сыртында жолдасы и кішкентай қызы отыр да. Өте күшті. Өйткені осы айда садикке төлемеді ғой. Осы айда садикке төлемеген соң алып жүрді қасында. Қош енді. Айттым саған садикке бер де. Оларды мен алып келдім деймін. Өзі келіп отыр. Үйде іштері пысқасын деп green flag күшті. Сондай. Ертең қызды болыңдар. Асқар өзі постоянно айтады, бірінші мен үйленсем ертең қыз болған қалай. Да? Короче, қыз баланы қатты жақсы көреді. Үйленсе ғой ол. Өзі айтып берсін енді. Неге қыз болған қалайсың? Мен осы 3 ай болған шығар, андай сәбилі болғым келетін. Медеттерге қарап. Сен 3 ай болдың. Армандап жүрген. Армандап андай шын махаббатым ашылғанына бір 3 айдай болды. Кім медеттің қызына Медеттің қарап па? қызын көресің, қасыңдағы айналам көбісі үйленіп не істеді да, бала шаға болып, содан кейін андай деп қызығып қарайсың да. Сен қап дейсің ба, қапат деген ай. Жоқ, Ондай қабат емрену бар ғой, бірақ мысалы менде мынандай сезім болады ше, жауапкершілік деген сияқты. Мен өзімнің қара басымды алып жүре алмай жатқандықтан мен ойлаймын да, оның ертең хотелкасы бар, памперсы бар, садик, мектеп, мінез, ұйқысыз түндер. Берекелі болдық дедім ғой. Соның барлығы өзі жабыла береді ғой. Да? Вот сол нәрсе. Ол негізі памперс деген ойлаймын мен
екеуін памперсті ойлап қызға деген махаббат екеуін салыстыруға келмейтін сияқты. Если махаббатың шынайы болса, памперске қарамай қызды болғың келеді. Болмай баратса памперсті бартырға ала саласың да. Енді біздің жағдайымызда Жоқ, мен қызды болғым келген үлкен бір себеп бар. Сіздер Отбасыда 3 балам ғой мен. 3 ұлмын. Біздің отбасыда андай ағам бар, інім бар, мен бармын. бәрін гүрілдеп маманың мазасын Тек еркек қой үйде ше, андай. Біз кішкентайымыздан қыздардың тірлігін жасап, мен тамақ істеймін, үй жинаймын, пол жуамын, кез келген нәрсе істеймін. маникюр жасайды арасында. Кез келген. Үйлеріне бәрін грин флаг болып. Жоқ ей, сондай өскен деймін, өскен. Green flag Бізде вариант жоқ қой, вариант жоқ қой енді. Қайтесің, ағам екеуміз кәдімгі соның бәрін Қандай істейтінбіз. Енді қазір өсе келе андай достарымның әпкелері бар, семьяларды қараймын, қызы бар семьяға қарасам, андай ғой, жексенбі сайын бір заведение бар, тамақ ішеді. Осы мысалы отбасы мамамыздың туған күні болса, ей, мына келатыр 2 февраль туған күні, там 50 мыңнан жинайық деп жинап подарок алады ше. А біз 3 еркекте ұйымшылдық жоқ қой, короче. Үшеуміз 3 жақта жүреміз, отбасыға дегенде кішкене недандай қыз баласы сияқты көңіл бөле алмаймыз. Өйткені ол кісілер ата-анамызбен тығыз байланысты. И мен андай кейде ата-анама махаббатымды белгілі бір дәрежеде бөле алмай жүрмау деп ойлаймын да, и өзім кішкене жек көремін. Осы сәтте әпкем болса ғой деп ойлаймын. Әпкем болғанда біздің үшеуміз басымызды қосып реттеп отыратын. Неге әпке, неге қарындас емес? Қарындас деген үлкен жауапкершілік деп ойлаймын. Әпке саған не жауапкершілік? Жоқ, әпке деген менен бұрын туылған, менен бұрын өмір көріп бастады ғой ол кісі. Ал қарындасқа сен аға ретінде жол сілтейсің, уайымдайсың, шыққан. Мен мысалы қолымда Айбике деген қарындасым тұрды, 4 жыл тұрды. Мен Алматыда тұрамын, бөлме, көрші бөлмеде, екеуміз бір квартира тұрдық. Ауылдан оқып мектеп бітіріп келді. Менің үйімде оқып тұрды университетте. И мен туған қарындас емес, бірақ мен қатты уайымдайтын. Өйткені мен қыз баласымен сөйлесіп көрмеген ғой, қарындаспен вообще сөйлесіп көрмепсің ба? Байланысты білмеймін. Там маникюріне берсе ақша беріп қойса, ана беріп қойса, уайымдап жүресің, ана қайттың ба үйге деп ана бір кешкі 6-ларда уже уайымдап тұрамын ғой, қайттым ба қайтпадым. И сол қарындасым қалай оқу бітіріп ұзатылды, бір арқамнан жүк түскендей болды да. Андай ше, қарындас деген ер жігітке жауапкершілік деп ойлаймын. Ал әпке деген отбасыны бүйтіп біріктіріп ұстап отыратын. Қызым болса вообще Сол ең жауапкершілік қой. тұңғыш сәбиім қыз болса деп армандаймын. Өйткені ертең балалар бір қатыннан алып кетеді, айналайындар. Бір қатыннан жиегінде кетеді деп мамам айтады ғой меніңше. Сөйтіп кетеді ұлдар. Қыз қалады сенен ше. Сол үшін қыз баласы болса екен деп ойлаймын. Енді еркелеп өскен қыз ретінде Дариға, сен енді айтшы. Мен қатты еркемін үйде. Асырабағанды айтсай сен. Мен Асырабағанды айтсай сені. мені асырамаған, маған қара не істеген. Папа айтатын всегда, мен сені түшкіргенде бүйтіп, аузымнан сен түсіп қалғансың дейді. Мен соған сеніп жүргем. Қанша? Сеніп жүргем Дайниға дейін деші. 8-ші классқа дейін сеніп жүрдім, точно айтам. Сөйтіп айтатын, мен өзім папаға қатты жақынмын негізі семьямызда. Сол? Деп әңгіме бітті. Сені қатты еркелетіп өсірді, Иә. Бетінен қаққан жоқ. Ешқашан болмаған. Мен музыкальныйға бардым. Сол кезде инструменттар сатып алып берді. Сосын настольный теннис ойнаймын дедім. Үйге настольный теннис сатып алып берді. Білмеймін, барлық еркелігімді мен мамам мен папам қатты көтеріп жүрді. Күшті. Бала кезінде бір қатты есіңде қалып қалған бір естелік бар ма? Типа папам екеуміз бір жаққа барғанбыз, сосын ол бүйтіп айтқан. Папамен мен всегда жазда гидроузел деген бар, балық аулауға баратынбыз папа екеуміз. Мен детством күшті өтті негізінде. Сөйде жалғыз қызсың ба? Жоқ, сестрам бар, ағам бар, мен кенжесімін. Күшті. И менде кенже болғанда, андай мен сестрам 11 жас үлкен, ағам 10 жас үлкен. Мен үйдің прям андай перышкасы болып өстім ғой. Ұзақ күткен сәл. Иә, ағам да, әпкем де бәрі мен өз қызындай қарайды да. И мен үйдің сондай прям кукласы болып өсірген ғой. Сен ұзатылған кезде примерно папаң қатты жылаған. Папам жылады, мен туылғанда да жылағантын. Сол кезде мамам ауырып, енді 10 жыл перерыв болғаннан кейін қиын туылған. Сол кезде сестрам айтады, папа екеуі келген мен роддомға алып кетуге. И сол кезде папаны қолын ұстап тұрған сестрам. И сосын енді папа біз үшін андай мужественный еркек болып көрінеді ғой. Бірақ та сол моментте қол дірілдеп тұр дейді папаның. Сестрам айтып жатыр ғой, сен туылғанда барғанбыз деп. Енді ол кезде ол 10-да, 11-де сестрам. Есінде сақтап қалған. Есінде, и қол дірілдеп тұр дейді, папаға қараса, и папа жылап тұр екен сол мен туылған кезде. Сөйтіп ұзатылғанда жылады. Мен әртүрлі концерттер, бірдеңе выступлениялар болған кезде де
жылап маған қайта звондай береді. Мама мен осы жолы фестқа келген кезде мама видео түсірем деген ғой. Сол кезде видео звонокпен звондап көрсет не істеп жатыр, қалай болып жатыр деп қатты уайымдап, қатты прям жүрегіне жақын екенін мен де сеземін оны. Ал сестрам енді ол үйдің үлкені, тұңғышы, бірге өсті, мама папа үйленіп, енді аяқтарына тұрып жатқан кезде туылып жатты да, и ағам мен әпкем бірге өсіп кетті да, солармен бірге достар сияқты болып. Ал мен прям кішкентай кезінен басып прям бүйтіп өсірген балам. Сенде детский травма деген бар ма вообще? Ой, жоқ, ондай жоқ. Травма көрмеген қыз екен ғой. Мен киндер сұраған кезде киткат алып берген деген сияқты ғой травмалар. Біздің әкеміз қыстық куртка бермейтін, Мальдиваға жүретін дейтін семьядан шыққан ғой. Бар. Еще жазда, каждый жазда демалыс болады ғой, енді каникулы болады. Сол кезде мама мен папа мені алып бір демалуға көлге сондай алып кететін. А мен ағам мен әпкем үйде қалатын. Травманың бәрін солар. Мені солармен травманы үйдің үлкендері көрген ғой. Негізі ше, хотя бы ана еркелеп өскен бала андай қасындағы әпкесі или ағасынан қорлық көріп өседі ғой, ана шоколадқа таласу, киімін киіп кету деген сияқты. Сен оны да көрмегенсің. Оны да көрмеген ғой. Төте болып өспегенбіз ғой. Мен прям кішкентай болғанмын ғой. Мен Даридің еркек түрі болғанмын ғой. Мен ағам арамыз 5 жыл, інім екеуміз арамыз 10 жыл ғой. Мен 10 жыл дизельдеткем ғой. Білгенімді істеген ғой. 10 жыл баняма, братан, баняма дейтіндей өскен ғой. Любой тусовка ғой, короче. Қонақтар сыйлық алып келмесе ұратын, қонақтар шығарып жібереді. Былай беспредел болған. Қонақ демекшісі баяғыда қыдыру деген чисто қонаққа бару еді ғой. Біреудің үйінен шай ішу былай қыдыру болып саналады ғой. Еще олардың үйлерінің тамақтары да тәтті ғой. Өзінің үйіне қарағанда. Әрине оливьесінің дәмі басқа. Сол үйдің ойыншықтарын ойнап ше ұрлап кетіп алып кетіп ұрласаң бәсе подельник. Мен айтып тұрмын екеуміз еркек. Екеуміз хулиган. Мен еще мектепте оқығанда магазиннен шемішке ұрлайтын. Пожалуйста, сен магазин ұрлайтын ең ғой. Бізде магазин болған. Мен беспредел ұрлайтын. Магазиннің аты Дәулет қой еще. Білесіңдер ма? Менің атым ашылған ғой. 98 жылы Дәулет деп ашқан. Дари деген караоке болған. Пожалуйста, мұны айттым ғой екеуміз мен қолым давай кетті ғой. Сөйтіп магазиннен Дәулетке барып уволю всех. Бәріндері де магазин кіріп затты алып кете беретін болған кәдімгідей нагло. Біз қорлық көрмей өспегенбіз ғой. Сен кәдімгідей адамның сөзі ауыр екен деп тыңдап отырсың ғой. Сенің ағайындарың бар ма? Осы орайда әке-шешеме рахмет. Менің сердечко язык мама мен папа сендерге. Содан кейін не айттым ол? Мама мен папа екі. Жоқ, бұл класс вообще тыңдамайсыңдар деп. Сен шық. Мен не айттым? Сестрам, екі сестрам бар. Міне. Алдыға отыршы. Жоқ, мен сөйлейін, я сендер сөйлейін деп қорсатсың. Мен үйде біздің еркелігімізді. Бесеу деген патолог. Менің алдымда екі әпкем бар. Одан кейін менен кейін бір інім бар, одан кейін бір қарындасым бар. Сен таза золотая серединасың ғой. Ана үйде средний ребенок бар ғой. Есік алдын сыпыратын. Сол. Көңілім түсірдің ғой жан деп. Ей, есіктің алдында жаман жұмыс істеген көрініп тұр ғой. Көлеңке көрмеген ғой, көлеңке көрмей ұрған ғой. Балалық кезінде қандай күшті естелік болды. Нұржан Керменбаев, Меречен бәрі бірге жүрген далада, есіктің алдында бәрі. Түнде ма? Қара жұмыс. И так көрмей ма? Сөзі Мадияр ағамен ойнап жүрдіңдер сендер, өнер қонақтар бәрі бірге жүрдіңдер ғой. Бір көшеде тұрады. Ауыр ма? Шындық ауыр деді. Жоқ. Мен кішкентай кезімде қара болғам негізі. Кішкентай кезімде қап-қара болғам. Сен де өскесін ағарасың, нормально. Мен де сол травма болып қалған ғой. И мен баня деп ваннаға кіріп, мочалкаға кір сабын жағып, бетімді бүйтіп сыпалап, жара қоятын ғой. Ағарғым кеп. Получается, сработало? Бүгін түнде медет. Үйге барып Светтен жүріп. Мен қызым да қап-қара. Қандай травмаң бар айтшы? Нормально ол. Бәрі алда. Білмеймін енді. Травма дегенде сен андай, мысалы сен айтып жатсың әпкең бар, иә? Сіңілің бар еще. Ой, қарындасың бар, кешірсің. Мә, шірігенім. Сенің әпкең де бар, қарындасың да бар. Иә, әпкем де бар, қарындасым да бар. Сен мынандай бір ущемление сезінбейсің ба? Қыз балаларды более приоритетке қойып, сендерді андай көмір тасуға, жер аударуға жібереді деген сияқты. Жоқ, ондай болмайтын. Сендерде баратын десең. Типа, маған қызықта сенің отбасыңда
қыз бала мен ер баланы бөліп өсіру деген жоқ кәдімгі сестралар ма кәдімгідей қатал өтін андай лично бір отырыс вечер дейтін болатын еді ғой енді ол 2008 жылдары ғой где-то 2008 2007 2006 деген сияқты ол кісілер мектеп оқитын кездерінде 9 класс 10 класстарында жібермейтін кәдімгі 5-6 подругасы келіп әрең сұрап алып аға өтініш ровно 2 сағатқа біз бірге барамыз деп күшті тактика еді. не болатын еще мен папам ағасы бар соның баласы бар сонымен класстас еще мен ең үлкен сестрам сол келіп сұрап алатын ғой короче туысқанның ағасы ғой енді қыдыруға жоқ қыдыруға емес вечерге нелерге ше келіп өзім жауап берем деген сияқты қылып сені нормально жіберетін потом далада жүрген арасында мен де сұрап беретін папа бара берсін да бір барып келсін бір 2-ақ сағатқа ғой деп ше тату андай жібермей қоятын ғой енді андай болмайды ой қыз бала деген өйтіп неғыла бермеу керек деп енді тәрбие ғой енді сол кезде мен қосылып сұрап беретінмін ғой бара салсыншы деп маған айтшы баршы сен тыңдайды ғой деп ше сенің қарындасыңа отношение қалай болды мен қарындасым жақсы өзіміз бақтық қой былайша айтқан кезде арамыз 12 жас қарындасым сен сол қаталдықты тоже көрсеттің ба оған жоқ типа қайқаратсың что за вечер кімдер болады деген сияқты жоқ өйткені мен оқуды бітіріп алматыға оқуға түсіп кеткенде ол әлі 4-ші класс 5-ші класс оқитын қайтып келсең 20-да ма жоқ кішкентай ғой әлі қазір 15-те ма сондай ғой әлі қазір енді қарап звондап не істеп жатыр қайда жүр сестраңды вечерге жібермейді ғой енді 7-8 қыз болып сенің де тойласа болды ағаманда деп осы жерде де папа жарайды кіріңдер сен қанша ағайындысың мен біреу сен өзің жалғыз мен жалғыз өзім үйде неге біреу оны мама пападан сұрау керек еді жоқ оған сұрақ жоқ жоқ негізі сестрам болған екен баяғыда мен туылмай тұрып сен туылмай тұрып деген сөз ғой 97 жылғы сестрам болған екен мыс не үшін қызды болғым келеді мен соны сезінгім келеді типа қыз бала үйде қалай болады дегенді сестрам болған сосын мен туылғам ол кісі қайтып кеткен ғой мен оны қай классымда білдім білесіздер ғой менің сестрам болғанын мен 9-шы классымда ма білдім ғой оған дейін типа жалғызбын деп ойлап жүре берген бірақ сенің сестраң болған деп 9-шы классымда ма айтты содан үйдегілер айтты ма үйдегілер айтты фотосы да жоқ қой ертерек шетіне кетті кішкентай кезінде қайтқан екен андай көргім келеді ше андай қандай болды екен сестрам деп сестрам болған ғой мен андай күшті ғой сол үшін қызды болғым келеді біріншісі ладно мысалы қызды болғым келеді деп енді жігіттердің көбісі айтады да жаңа жауапкершілік туралы бір айттым одан ары қарай тағы бір жауапкершілік бар да мысалы сенің қызың бар сен болашақта оның тұрмыс құрып жігітпен сөйлесіп деген уақытысын елестете аласың ба тез ойланасың ба жоқ енді пока кішкентай ондай нәрселерді ойламаймыз бәрі өз уақытымен ғой деген сияқты ғой бірақ андай сәл қызғаныш үйде бір айтып қоямыз мә уже 4-ке келіп жатыр ма қазір ертең 10-15 жылдан кейін уже үйленемін деп шығар мә деп мамасы айтып жүреді қалай қимайсың ғой ойбай деп ей қызың туылғаны кеше ғой деймін да кішкене уже ұзатуға жылап бастап отырсың соған дайындалып жүр ғой үйде ше мысалы өткенде қиын ғой негізі деп ше кім бар ғой медетші патрульдегі медет аманбаев өткенде сол айтады 2 қызым бар дейді да мен сұрап жатырмын ол жігітпен сөйлескен енді елестетесің ба ол қазір уже 15-ке келді ғой үлкені десем вообще қозғамашы ол әңгімені дейді да кәдімгідей ол не выдерживает неге десем ол просто елестете алмаймын менде қатты қызғаныш бар екіншіден үйде мылтық бар біліп жүрсің нечего дейді да типа сондай қызғаныш туады деп ойламайсың ба сен сондай ғой әр әкеде сондай деп ойлаймын мен андай қызына келген кезде соңында жылап шығарып саласың ғой қайда барасың андай сияқты мен мысалы сен үйленбей тұрып қызбен жүрдің ғой енді
Ол кезде сен қыздың қадірін дұрыс түсінбеген сияқтысың. Өте түсіндім, неменеге түсінбедім ол кезде. Неменеге ол кезде қасымда болдың ба сен? Жоқ, может деймін да, көбісінде сондай сияқты. Жоқ, ондай да емес, родной. Тыңдашы, бірдеңе айтшы. Алло. Андай қызбен жүріп жүрген кезде сен әлі әке емессің да. Қызға деген махаббатты дұрыс білмейсің дегім келіп тұр да. Сен қызың туылғаннан кейін сенің жаңағы айтып отырсың ғой, даже жігітпен жүруін елестете алмаймын деп. Сол кезде барып түсіндің ба деп жатқам ғой. Иә. Неғылдайды. Жоқ, Алло, Саныржан, алло. Мен қыздың қадірін түсінбедім дейді да, енді намек тастап Өз айтып отыр ғой, қыздың қадірін түсінбедім деп отыр ма? Сондай екен. Түсінбейсіңдер ғой. Ондай қызым деген кино емес, доча деген кино, доча. Ондай жүріп жүрген қыздар емес, қыздың қадірін білемін. Ой, Асқар, Жоқ, ана нәрсе ғой. Лайбрюға барып, бір отырайықшы, душевно сөйлесейікші Лайбрюға барып. Кімнен кетті, не болды, бәрін сұрап ақшы досым, Ты кто, она кто, қай жерде. Досым барасың ба? Өсекке барасың ба? Кеттік. Лайбрю, жинал. Менде қосатын өсектер бар ғой тағы. Дари, сен ортаға бар да, адамның сөзі ауыр екен. Жаңбырдың эффектін қосып қойып па былай? Мен ойым дұрыс жеткізе алмай қалдым ба? Нормально. Жоқ, дұрыс жеткізін, просто мен айналдырып жүрдім да. Ер азамат болғаннан кейін не түсіп, не кетпейді? Ана нәрсе ғой, ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің соны айттым. деп ойланып қаласың ғой. Кезінде андай кейбір нәрселерге ренжитін қой үйде ма, негізінде мына айтқан нәрсе неге алып бермедің, неге біздің айтқанымыз болмайды, неге жоқ дей береді, неге мынаны былай айтты деп. Кейіннен ойланып қарасаң, дұрыс айтып, дұрыс тәрбие беріп, жоқ дейтін жерінде жоқ деп, қуантатын жерінде сондай қуантып өсірген екен ғой деп. Даридің қызы бар ғой, Даридің дочкасы бар ғой. Бір ұл, бір қызы бар. И точка. Сенде бар почка. 2. Сен қалай, Дари, бір үйдің еркесі, екі бала еркесі бастары қосылған кезде екеуің ана шағысып қалмайсыңдар ма? Шағысып жүр. Мен папам кетші бар деп екеуің екі жақтан қырылмайсыңдар ма? Жоқ, Данеля мені көбірек жақсы көреді папасынан көрі. Да? Сол үшін папа мені құшақтап атса, папасы келіп мені құшақтап атса, итереді папасын. Сені қызға мама менікі деп итереді. Ұлың ше? Ұлым да тоже. Саған жақын да? Иә, 2 балам да жақын маған. Тархан, семьяда бар ма? Ана дыпылар түсінеді да. Сен андай не ма? Бір общий садикке барып жүрген. Иә, бірге өскен балалар сияқты ше, понятиямыз бір, бірге ойнап жүреді. Просто сосын жақсы көреді да мені. Папасы андай серьезный бизнесмен ғой, серьезный әңгімелер айта алмайды да балалармен. Мен айта аламын. Короче, мен Лә деп отыра алады да, короче. Дарханда уақыт жоқ, кәсіп. 5 бердің 10 мың алдың дейтін діріктер ғой, да ше. Дәниға айтса, Дәни қызық емес қойған ше. Дәни бұйырса, апам красавчик екен деп бұйырса 10 жылдан кейін айтады. Түсінеді ғой, үйде тұрып жатыр. Папам бекер жүрмепті ғой негізі мына өмірде деп ше, красавчик дейді да. 20 жылдан кейін бір машинасын періп кетіп, батя рахмет деп ше. Алып кетіп соғып папасының қадірін ше күшті негізі. Иә. Қазір ойнап жүре берсін, мамасымен. Андай психологияда андай қызықты факт бар да, қыз бала үшін әкесі ол әлемдегі бүкіл еркектердің образын береді дейді да. То есть болашақ жарын ол әкесіне қарап таңдайды дейді, даже неосознанно. Даже да. Сенде сондай бар ма? Бар, иә. Әкеңе бір ұқсастықтар бар ма Дарханның? Ұқсайды, Дархан екеуі бірдей. Қойш? Түрлері ұқсамаса да, мінездері, логикалары, әңгімелері, даже хоббилары ұқсайды бірге. Мен болдыны, енді қыздармен танысқан кезде бірден әкесімен танысам. Жоқ, танысқанда емес, соған ұқсас іздейсін. Онда көшеде мужиктермен танысам, өзіме ұқсайтын ше. Қызыңыз бар ма? Деп ше. Өзіме ұқсайтын мужиктермен танысып, қыздарын сол мужиктарды қайталап ше. Дәке, сен қалай ойлайсың? Негізі қыз таңдай ма, ер адам таңдай ма? Нені таңдауда ма? Әр кезде әртүрлі ойлаймын. Махаббат. Бір ғана Ай, бұл менің тақырып емес қой. Махаббат таңдасын деймін. Ескі суреттері бар сақталған ұзақ уақыт. Ішіңде тұрады. Осы күшпәлі алмайды. Ой, мен андай ше бірдесіне жүрсің, ойнайтам досым, ұра бер. Жоқ, қыз ба, еркек таңдай ма дегенге ол не ғой, әр кезде әр қалай ғой.
бірақ өз балаңнан жоқ бірақ қайнатаңмен бір байтта негізі осы қыз қандай достар білесіңдер ма? Ол да бар, иә. Қанша жерден күшті ухаживать етеді, қыз сені таңдамай тұрса, ол ұнатпайды, қосылмайсыңдар сендер. әртүрлі нұсқалар ғой. Иә, негізі сондай әртүрлі емес, сондай. Білмеймін, біздің папам дастархан отырғанда мамаң маған жабысып қалды дейді қандай ше. Мына мен көрді қалада көрді жабысып тұра қалды ғой. Папа сөйтіп айтады. Папам айта салады ғой сөйтіп. Біздің пахандар бар ма, Папа сөйтіп который айтады. натуре мойындайтын ше, жүгірдім деп артынан ше. Жоқ, оны Ешкімнің папасы маманың артынан жүгірмеген ғой. Мамаң мені көрді да, красавчик екенмін, жұмысым бар, үйім бар екен көрді, бірден жабысты ғой дейді қандай ше. Сосын андай бар ғой. Үйдегі көрпе жастықты көрді да, осы үйге тұрып алайын деп келіп алды дейді. Сол көрпе жастық қораны көрді дейді, малды көрді, сөйтіп келіп алды деп айтатындар бар ғой. Жоқ, тек сенің семьяңда сөйтіп айтты. Жоқ, мен біреуден естігенмін Біреу айтады. әдеби күшті айтыпты бірақ. Қатты иә, күшті. Жоқ, прикинь, сол заманның роскоши ғой енді жаңағы. Көрпе жастығың бар, малы бар, ошағы бар екен, типа мангалы бар екен. Сол кезде уже меркантильный болған ғой иә қыздар, қазір емес. Сол кезде Жоқ, вообще қыздар натурасымен меркантильный істеген қанында бар сияқты негізі. Қалай ойлайсың? Білмеймін, біздің мама папа Қалай ше ойлайсың? вагонда 1000 тұрған. квадратта тұратын әйел ау. ол кезде Дарханда болмады ғой 1000 квадрат. Бұл шын айтайын, меркантильностьтің мысы жоқ мынада. Неге деші? Мен Дариды ойбай атам заманынан білем. Атам ойбай жезқазғанда Қарағандыда жүргеннен білем. Бақылы кезден деші. БХБ ойбай өкінген күшті, сол кезден білем сен. Ана Дархан екеуміз ол кезде қатты араласатын қазір досым ғой, просто өзі андай күніге бір хабарласып тұратын досым болатын да. И сөз хабарласып тұрамыз, андай квартирадан квартираға көшіп жүрген, гиф жасап жүрген Дархан ғой өзі. Андай былай тартса былай жетпейді деп жүрген кезде сөйлесетін, типа дүниесіне қызықпаған, қайта Дархан қылған Дария ғой негізі. Әр мықты еркектің артынан мықты әйел тұрады дейді. Айбай! Достар, осыны кесіп, не қылыңдаршы, эдит қылып жасап. Еркекті көрге де, төрге де сүйрейтін әйел, Иә. дұрыс айтып жатсың. Дұрыс, саған да Ол эдит неге болады. сені сүйреу керек? Жоқ, Мынау реклама болып кетті. Бірден реклама болып кетті. жоқ, Асқа дұрыс айттың. жоқ, сондай сөз бар деп Иә, жатсың. иә, Жоқ, бар бұл ондай. сөзді кім айтқан? Қазір звондап Ана білейін. прикол бар. Ана прикол бар ғой. Мықты еркектің артында мықты әйел тұрады деген Ол прикол неғып бар ғой. тұрады? Есеп Прикол есіңізге. Ана Ол топ неғып жерден. тұрады? Мықты болса алдынан шықпай ма? Қызым емес па біздің тақырып? Меркантильность кетіп қалдық қой. Достар, менің алдымда мынандай карточкалар бар. Қазір ойын ойнаймыз. Сендерге Айтпақшы карточка 29-нан бастап кинотеатрға барыңдар, қор бүйтіп подкаст көріп отыра бермей, Иә. кинотеатрға барып билет алып не істеңдер. Сағат типа 29 болып тұр ма? Менің креативім ғой. Креатив. Менің креативім типа. Отсылка. Негізі Жазираның Артында мана подкасты қызым деп болса тұр. барынша неше безендіруге тырыстым енді, бар еркек басымен көмектесейін деп ше. Я еще екеуін қарасаңдаршы парочка киіп келген. Білінбей парочка болып отырық, білінбей парочка болып Екі шетте отырып алып, көздерімен атысып, сондай болып отыр ғой. Ей. Жоқ, ондай қосу жоғынан. Шиперит етпеңдер. Менің шиперит ететін адамым бар. Жазира бос емес қазір. Жоқ, Жазира бос. Шиперит ететін адамым бар. Кім? Бірақ өзі бос негізі. Білмеймін, біреуді айта береді. Өсек қылып айтқаның болмасын, ғалымжан дейді деп андай ше тіке айтатындар бар ғой. Ана карточкаңыз не дейді? Карточканы таратып жіберейін, ары қарай бер жібер. Жауап берейін ба, көрсетпей? Жауап бере сал, иә. Кімге берем? Берсей маған Асқарға бер. Бәріне берсей, общий берсей. Ей, біреуін бер. Үшеуден беріп жатыр. Жоқ, үшеуден. Үшеуден ба? Төртеуден. Төртеуден. Қойшы. Банядағыдай ма батан? Банядағы Сен төртеуден беріп бер, жатырсың, бер, дос бер, біліп тұрсың ғой да? Екеу беріп жатырсың. Әкеле Ма, екеу. екеу. Анында болды ма? Сенде Төртеу ма қанша дос? сенде? Үшеу ма, біреу? Мама. Төртеу ма сізде? Менде иә. Сенде көп дос ғой. Бесеу болып кетті. Бесеу. Шо. Енді қараңдар. Валет шыбыл кімде? Шыбыл. Так, козыр менде, достар. Шыбын емес па? Давайте, кеттік. Біз әкеге ешқашан айтпайтын нәрселер. Мен әкеммен папамен ғой, әке деп Қайда айтпаймын. қандайсың жалпы үйде отношение? Біз папамен привет пока ғой. Де. Андай қатты Бәріміз де сол сияқты. Иә, негізі. қатты бір әңгіме айту, сырласу, ішіңдегіні айту, проблемаңды айту Жоқ, деген нәрсе жоқ пақанға. Өйткені үйдің жалғыз баласы болсам да ондай нәрсе жоқ. Мен айтсам, айтсам мамаға да айта алатсарым кішкене. Өйткені біздің пахан маған вообще жыл сөз айтпаған осы күнге дейін.
құшақтамағандар. Натуре. Өйткені асырап алған. Деп. Жоқ, өйткені пақанның андай көзі бар. Қалай көзі бар деген түсінесіздер ма? көз Көз тиіп тиіп кетеді кететін қасиеті бар. Көз тигізетін қасиеті бар. Қатты жақсы көріп кетсе, Қатты жақсы көріп, шын ниетпен мақтаса, иә. осы әңгіме мен бүгін Ауырып біреуден қаласың естідім. или- бітті ғой. ЖК-ның әжесі ма сондай емес пе? Бүгін бір жерден көрдім мен. Короче, көзінде қалы бар деп айтады ғой, білесіздер ма? Онда естігенсіздер ма? Көзінде қалы бар адам дейді ғой. Біздің пахан сондай, короче, бірдеңені натуре шын ұнатып, шын мақтап шығарса оны сыртқа, Иә. ертесіне бірдеңе болады оған, короче. Сол үшін мені өмірі мақтап, не істемеген, құшақтамаған. Бірақ сен түсінесің ба? мен Что оны- ол жақсы көреді? Иә, түсінем. Иә, просто көрсетпеді. Иә, просто айтпайды, не істемейді. А сенде сол нәрсеге кішкене обида болды ма? Жоқ, жоқ. Ол обида жоқ. Мен ол қай жағынан маған обида, пахан маған айтпағаннан кейін қатты жағында мен де оған не қыла алмаймын да, андай. Жақындай алмайсың. Иә. Сенің де екі жақта көзің бар болып тұр ғой. Сен жаңағы әкең мысалы көзі өтіп кетпейтін жағдай болса, қандай болғанын қалайтын едің? Не айтатын едің мысалы? Ол кезде андай адам ішіндегі нәрсесін шығару керек қой. Ішінде сақтап жүре берсе, ол сасиды дегендей ғой. андай. Сол үшін мен паханға айтатын сияқтымын. Бір-екі проблемалар болса ше. Сырласып, короче, мынандай болатыр, мынандай деп айта алатын едім деп ойлаймын өзім. бірақ қазір Екеуің араңдағы бір жақындастық пайда болса, мүмкін қазір басқаша болар ме еді деген сияқты бір нелер бар ма? Өкініш типа. Өзгеретін ба? Иә. Болатын Блин, неге еді сол кезде сөйтпеді деген сияқты. болатын еді ғой. Болатын Болады. еді 100% себебі Өйткені- жігіттің жол сілтеушісі әке ғой негізі. Жігітке ақыл айтатын, өйткені біздің жүріп жатқан өмірімізде ол 20-30 жыл бұрын жүріп кеткен да. Негізі әкелеріміз ақыл айтқан кезде біз андай ой деп қыстырмай тыңдамай қаламыз ғой. Негізі әрбір сөзін тыңдасаң баласына жаман болсын деп айтпайды ғой. Қазір тыңдасаң өміріңе лайфхак айтқан ғой. Негізі біраз жерлерді ақылмен, әкең айтқан ақылмен шешіп кетсең бар ғой, сол дұрыс болып шығады. Андай ғой. Пахан андай бірдеңе айтқысы келеді да. Сезесің да оны. Бірақ типа ұрсып айтады. Өтірік бүйтіп жауып тастап ше. Өйтіп не қылмасаңдаршы ол бір бәле деп андай түсінесің да. Мен қазір сондайларды түсіремін. И махан айтады типа папаң іздеп жатыр деп. Папаң сұрап жатыр деп ше. Болды, сол жетеді, нормально. Негізі өмірден әкесі ертерек қайтқан адамдар, немесе әкесімен жолықпаған адамдар көбінесе сондайға зар болып жатады ше. Мен көп естідім да осы уақытқа дейін. Көп әріптестерімізге айтып жатырмын ғой, қызым деген фильм шығады, мынау деп айтатсам, ол фильмде әкесі бола ма дейді да. Иә десем, күшті дейді да. Ана күшті деген сөздің ар жағындағы мұң бар ғой. Ауыр ғой, енді қасында отырғаннан кейін сезінесің. Бірақ мен қалай көмектесетінін білмеймін да. Қалай не істеймін, құшақтаймын ба? Бірақ мен білем оның орнын мен жауап бере алмаймын. Оның орнын ештеңе жаппайтын сияқты. Ақша болсын, мансап, жаңағы Тәке айтпақшы, президент болсаң да, негізі ештеңе жаппайды ғой. Просто бір тұлға керек, сені осы дүниеге әкелген, сені сүйетін, шексіз сүйетін. Әке по-любому әке ғой. Сенің мына өмірде жүруіңе тікелей қатысы бар адам. Иә, инициатор. Құнанбай айтпақшы. Білесіздер ғой? Не дейді, айтшы. Мықты болсаң абайдай ұл туғыз деп. Абай деген. Иә, әдемі айтқан, Ол одан артық не керек? Әкенің орны по-любому андай. Да. Қадап Давайте, кеттік келесі сұрақ. Балалық шақта бауырларымызбен қандай тентектіктер жасадық дейді. Айт. Тентектік. Бүкіл уголовный. Тентектіктің шыңы еді ғой біз. Тентектіктің шыңы, шын айтамын. Бәкен бір историясын білемін, тісін сындырып алды. Айнаға қараймын деп. Бауырларымызбен дейді, ана ағамызбен, немізбен дейтін ше. Андай беспредел едік. Ағам екеуміз әкеміздің машинасын ұрлап айтатынбыз. Прикинь, ағам 14-15 жасында ғой примерно. Сен қаншадасың? Мен 5 жасқа, 10 жасында. Екеуміз ұрлайтынбыз ғой кәдімгі. Содан. Беспредел едік, айтып тұр ғой кәдімгі. Нағашы жұртымызға барып машиналарын айдап кететінбіз. Именно бауырлар деген ағам екеуміз ғана ғой, өйткені інім 10 жас кіші ғой. Онымен қатты бұзық болмадық, ол есейіп келе жатқан кезде жаңағыдай сәл адам болып қалған кезім ғой. Ал ағам екеуміздің бұзықтықтарымыз ойба. Біз ана машинка, біз магазин болды ғой. Пульт управляемая машинка дейтін бар еді. Пульт управляемая машинка алатынбыз. Күніне біреу алатын. Күніне бірі бойынша қалып, бүйтіп соғыстырып бытышын шығарып не деген байлық? Сонда бай тұрғанбыз. Дарин, саған таныс ситуация ма? Жоқ, мен ондай бұзық болмадым. Мен нереально кетіп қалғанмын ше. Ондай бұзық болмадым дейді, бай болмадым демейді, көрдің ба? Бай болмадым. Біліп тұр. Ондай бұзық болмадым. Иә?
алтынмен ойнайтынбыз. Сен медет сенде бір косяктар болған сияқты, бұзық болған сияқтысың сен. Менде ма? бұл өсе келе бұзылып кеткен ғой. Кішкентай кезінде тәрбиелі болып жүреді. Саған возраст жаман Өскенде әсер етті. бұзылады ғой. балалық шақта Мен негізі үйде андай немін короче үндемей өскем ғой. Сол айттым. Бұл ортаншы ғой, құдай. жоқ бізде мені андай бауырларымызбен болған бір нәрсе білдіріп өртей жүріп өспеген андай. Андай вообще. Сен өртей жүрген Иә. Кеттік келесі сұрақ. айтпаймын Даша Дари. Жоқ, сол оқиғаның соңы не болды? айтпаймын болды көрдіңіз қалды сен жауап беріп Кешіш, қойдың блин, кешіш. подкаст жүргізіп жатқан адам вообще мән берген жоқ болды Кешіш, мен просто машинаны алып қашып кеттік дедің, болды ғой? десең ойнап айтамын Айта. айтпаймын ұр Жоқ, айта салшы, ол брат. айтпаймын Склеим. Қандай машина? Chevrolet Cobalt деп өшірді. Бір реклама алып Сен кобальт айда кеттің ба? жоқ ай ұрсай дари Ей, дөке кешіш. бір түрлі жоқ ей саған бір нәрсе айтқан жоқпын вообще Жоқ жоқ жер бірдеңе айтып жүр. Жоқ, ана история бітпей қалды. банядағыдай ма дегандай ше Сөйте сал хотя бы. хорошо ұра бер Қазір ата-анамызға не нәрсе үшін алғыс айтамыз? Охо. Қазір ата-анамызға Бәрі үшін ғой. барлығы үшін, осындай қылып тәрбие бергендеріңіз үшін, ешқандай жерде артқа тартпағандарыңыз үшін, әрдайым уайымдап, қолдап жүргендеріңіз үшін, шын жүректен жақсы көргендеріңіз үшін, сол қатты жақсы көрем сіздерді. Көп рахмет. Біле білсеңдер, бұл дүниедегі ең бақытты әкеммен гауһардай үш қызым бар. Естеріңде болсын, мен сендерді қандай болсаңдар да жақсы көремін. Ол барлық ата-аналарға қатысты негізі. Ата-ананың жақсы жаманы жоқ қой. Мен тікелей себепкер біздің өмірімізге келгеніне. Сондықтан жалпы алғысымыз шексіз. Мен өз әке-шешеме алғысым шексіздің түбінде. Вообще айтқан нәрсем болатын ғой. Плаванияға барғым келеді деймін, плаванияға апарады ше. Настольный теннисқа апарады. Шахмат ойнаймын, шахматқа апарады. Боксқа апарады. Білгенім істеген. Сен случайно андай бала болған жоқсың ба? Ана шалқасынан құлап, шыңғырып жылайтын, андай орындық төңкеріп. KFC-ға ақша бермеген үшін жылап талып қалған балам ғой мен. Ойшы? KFC деген осы біздің соған заманымызда дейін пайда жүрген болды. ғой түсінің ба? Дегенді мен Қарай, сол жасыма дейін. Айтсыншы. KFC дегенді мен кеше білдім. Жа мектеп оқып жүрген кезде сондай болған. Не ол? Негізі не ол? Ала білмейді. KFC деген ата бір. Сондай болған, мектеп кезінде сондай болған менде. Ей, бізде 8-ші классымызда осы недавно ғой енді примерно. Менде де сол уақыт қой ары кетсе. KFC-де менің одноклассницам туған күнін жасаған, ал не Пожалуйста. істейсіңдер? Сол кезде 2000 еді ғой. Достойно. Біз сондай балалар болғанбыз ғой, сондай. Сол туған күнге мені шақырмады ғой, типа ана қатты не емеспін, Теперь короче. смотри, каким стал свои лук. Давай бір. Мына жерге бір баскетті алып. Орынсыз ақыл айтатын адамдарға қалай жауап бересің дейді. Қалай жауап бересің? Орынды жауап беремін ма? Орынсыз ақыл айтатын деген. Бір ақыл сынып кететін адамдар ма, типа? Иә. Типа мен ондайларды қатты елемеймін. Маған сөйтіп айтады, ай, иә деп. Оның көңілін қалдырғым келмей, оны барынша. Короче, ақыл айтып отқан ақылын полный қабылдап, бұл негізі сондай өзіңе керегін деп аласың. ойлаймын негізі деп. Өзіме керегін алам да. Керек емесін. Иә, дей саласың. Иә, дей саламын. Асқар, сенен сұрағым келіп тұр. Енді сен бойдағы адам ретінде саған да көп тиісетін сияқты. Орынсыз ақыл айтып, орынсыз сұрақ қойып, типа. Сондай қалай жауап бересің? Ондай бола. Не дейсің? Не дейсің? Көнесің ғой. Бұл айтып жатса қойшы деп айтқан уже тәкаппарлық болады деп ойлаймын мен андай. Иә деп қоя саласың, андай
өзіңше болып кетті деген әңгімелер жүреді да, содан кейін иә деп тыңдап. Молодец, міне осы бала ма? Енді ол бізде де болатын шығар, орынсыз біреуге ақыл айтатын кезіміз, бірдеңеге жетпей жатып өзімізше болатын кездер болады. Адам болғаннан кейін қателесесің. Олар да ойбай сен не деген бір ақыл тоқтат десең. Жоқ, мен кітаптан оқып отырмын. Жоқ, шынымен ол менде де болады, өзімше бірдеңе айтқым келіп андай. Бірақ адам керегін алады. Мен осы ақыл айтқан адамдарға иә дейсің да, телефон шұқылап кете бересің ғой дальше. Егер де обоснованно айтса, мен қатты қабылдаймын. Мен критиканы қатты қабылдаймын, сынды қатты қабылдаймын. Қатты қабылдаймын деген ол жоқ, миыма қабылдаймын да, кәдімгідей сонымен жұмыс істеймін. Неге ол сөйтіп айтты? Реально лағып кеттім мен деген сияқты. Анау дұрыс айтып отыр, по идее мына жерде бүйтіп жүрсек тема ғой деп. Егер шын дұрыс айтып тұрса, рахмет деймін. Мына жерде наоборот орынсыз айтса, ақыл айта береді ғой. бір ақыл айтшы маған, например. Бір ақыл айтшы, тез. Неге бір ән жазып сондай көтеріліп кетпейсің? Бұйырса деп қоясың. Бұйырса, Құдай қаласа деп қоясың да. Деп отыра бересің ғой мынаяқтан. Акиматта көп жүресің. Құдай қаласа, болмаймыз. Дари, енді сен қатты сондай нәрсемен айналысасың ғой. Өйткені енді атап айту керек, Дари мысалы жыртып келе жатыр соңғы уақытта. Ән десе ән, концерт болса концерт, тиктоктан шықпайды, инстаграм бәрін жаулап алған. Енді сенің әнің бүкіл жерде күшті болып жатыр да. Вот саған орынсыз ақыл айтатын адам өте көп сияқты. Сен қалай реакция бересің? Басында мен сынға алған кезде қатты жүрегіме қабылдайтын. Жылап қалып, ренжіп қалып сөйтетін. Ал қазір уже достарым, отбасымның қолдауы арқасында жоқ, сенде бәрі болады деп командам бәрі қолдап, осылай қолдап жүргеннен андай дәу үйде жылап отқанда жазыспайды сияқты. Андай үйде бақытты болып жүрген. Доллармен жүрді. Сондай моменттерде қасында өзі жақсы көретін адамдар қолдаса болды ғой. Ал орынсыз жүретін адам сөйлейтіндер сөйлей береді. А главное, сен өзің бағалайтын, өзің жақсы көретін адамдардың сын айтса, оларды, конечно, тыңдайсың. Ал саған қасы жоқ адамдар біреу сөйлеп жатса, олар сөйлеп қоя салады уже. Менде мынандай сұрақ келді. Ерлер туралы нені түсінбейсің дейді. Нені түсінбейсің? Соны сұрап алшы, 3 еркек отырмыз олар. Да, трезвый аналитикамен, Ерлер туралы нені түсінбейсің? Достар, құрдастар, шын жауап беріңдер. Мен мына нәрсені түсінбеймін. Неге шынайы болу қиын сендерге? Именно бізге ма? Или жалпы ер адамдарға ма? Жоқ, айтып тұрмын ғой, ерлерден не түсінбейсің деп тұр ғой маған. Мысалы, мен ерлердің шынайылығы жеткіліксіз болып жататын кездерді түсінбеймін. Енді бәріне ортақ бұл енді смотря ненде, отношениеде ма? Мысалы, жоқ, 100% отношениеде ғой, маған көшедегі адам несі керек емес қой. Отношениеда, мысалы, кафесына отыратын ба? Бір нәрсені сезініп тұр да, бірақ оны көрсетпейді. Или басқаша көрсетеді. Мысалы, жаңағы әкенікі сияқты ғой, жақсы көріп тұрса ұрсады, или қамқорлығын көрсеткісі келсе тағы деген сияқты ше. Андай сияқты. Бір жерлерде жасандылық байқалады деп тұрсыз ғой. Ол енді сіз отношениеде жүрген жігіт, бұл сұраққа жауап берсін бізде. Өзінің шынайылығын көрсетсе, может, саған ұнамай қалам ба деп ойланатын сияқты да, кейбір кезде ше. Мына қылығым типа жазираға не то болып көрініп қалатын шығар деп басында сөйтіп жүреді. Бүйтіп удобно болып күшті болып жүреді да, сөйтіп әйтеуір бір күні ол артылады ғой, сол кезде расставаться етіп кетесің. Прикинь, мен осыны айтқым келген ғой, мен осыны болған. Либо расставаться етіп кетесің, либо түсінесің бір-біріңді. Өйткені сенде де не все так идеально деген сияқты. Негізі нағыз отношения сол сәтте басталады ғой. Сол кезде басталады ғой негізі. Оған дейін екеуіңде әртіс қой, короче, былай. Бүйтіп жүресің да, содан кейін салам алейкум деп андай. Менде андай бірінші, екінші свидание басқа адам болып отыратын. Қыздармен осыдан бір 2 жыл бұрын ертеңші. Андай бір нәрсе понтоваться ете саласың, онша емес, понттар айтасың, андай. Не жейсің ала бер. Удобный боласың, удобный деген жаңағы андай же, соған подстраиваться етіп, өзің емес, сен шынайылығын жоғалтып кетеді да, и басқа адам болып отыратын. Сөйлескен кезде. Сосын 2 рет кездескен кейін, үшіншісінде шынайылыққа деген келген кезде, сенде мына жақта өтіріктің бәрі таусылады ғой. Шынайылыққа келген кезде мен тупо сөйлеспей қоятын. Өйткені мен дальше уже алдай алмаймын. И алдау мен түріме келмей ма, бір нәрсе, короче, мен сөйлесіп жатпай ма? Жоқ, негізі өтірік айту өте көп
энергияны алады дейді Иә. адам шынымен шаршап қалады ғой 2 жыл болды қазір андай болып кеттім уже свидание бірнәрсе нәрсе қалай барып мысалы отыра беремін ана жерге күшті әңгімемді айтқым келеді отырып деп отыра беремін да и содан уже андай 10 рет кездесе аласың деген сияқты күшті да андай ше ары қарай өтірік кезі 3 свиданияға жетеді шынайы кезі 10 свиданияға жетеді жоқ одан ары қарай жалғаса береді деген сияқты мен өмірде қызым болмаған айтпақшы білесіңдер ма өнерде қызбен жүріп көрмеймін өнерде ше өмірде де өнерде де қызбен жүріп болды көрмеймін тек свиданияға барады тек свидание барамын мынандай күшті сұрақ тұр мә достар қараңдаршы давай общий жауап берейікші мына сұраққа давай қараңдар ата анамыздан не үшін ұяламыз Опа. ата анамыздан не үшін ұяламыз оны бұл жерде айтпаймыз ғой ұят қой ертең көріп қояды ғой жоқ андай енді сол кезде ұят болды бірақ қазір мен түсінемін деген сияқты андай бір жасырған нәрселер деген сияқты жаңағы нәрсе ғой сол мен бұрын андай бала кезімде анам неге әпермейді екен маған до того мен сондай бір әперсе не қылады ана жаққа бір жібересіз не болыпты сонда бәрі барып жатыр ғой деп андай ренжіп ше неге өйте береді бір емес екі емес деп андай далаға шығып кетіп бір өзім отырып келіп қайтадан кіре тамақ іш дегенше әйтеуір далада отыра беріп ше бұрын сөйтіп жүретінмін қазір ше қазір ұяламын да өйтіп істегенмін деп енді сол балалықтың сондай өз уақытымен орнымен болу керек нәрсе болған шығар сол кезде қазір бірақ түсініп ұяламын да қазір жарайды менің состояниемді білемін ғой өзім ол кезде ол кісілер қандай состояниеде болды екен деген сияқты ғой маған осы балама жеткізе алмай кеттім ау әйтеуір деген сияқты маған іштерінде бір не бар шығар деймін да олардың олар да негізі бергісі келді ғой иә сол ғой мүмкіндік шектеулі бар болса береді ғой олар аямайды ғой артығымен береді ғой асқар осы балам біртүрлі болып қалды ау деп уайымдады ғой деп ойлап жатқан ғой мен неден ұяламын көп уақыт бөле алмайтыныма ұяламын қазір андай бос болсақ та бір кейде көңіл бөле алмай қаламыз ғой содан қатты мен осыдан 1 жыл бұрын где-то 1 жыл бұрын қиын сәттер болды андай өмірімде ше прям білеміз ғой ол жоқ жалпы деп жатқаным ғой енді жоқ шынымен өмір болған қай жағынан алсаң да бәрі бүйтіп тақалып қалды да бір-біріне ше точка болып қалдым да бүйтіп ше бері қарай шыға алмаймын деп көшеде келатырмын розова кибаның бойында мешіттен өтіп келатырмын бүйтіп ше жаяу жүріп қайда баратқанымды білмеймін жаяу келатырмын да деп сосын сөйтіп не істерімді білмей келатырмын да бір кезде мамаға звондағым келді мамаға звондадым алло деді ғой андай жылу келді ғой бүйтіп ше алло деп бүйтіп сөйлей алмаймын ғой андай алло деп айта алмай тұрмын ғой алло балам алло ашөк дейді да маған ашөк дейді да типа не болды дауысың естілмей тұр деген кезде жақсы бүйтіп ақты да бүйтіп андай мама дедім ғой бір кезде жылап тұрғанымды сразу біліп қойды ғой ойбай жаным не болды бір жерің ауырып тұр ма қай жердесің барайық па деп ше ана сөздерді естіген сайын одан әрі ыңырсып деп жылайтын кездер болған сөйтіп жылай қалып мамамен бір жарты сағат сөйлесіп до сол кезде папаны байқадым папам мамамның дауысына біліп қойған маған бірдеңе болды ма деп не болды деп андай сол сөздің өзі ше андай не болды бәрі дұрыс па деп 2 рет сұрағанын білемін андай қатты бар ғой андай біз үшін до конца тұрып беретін сол кісілер ғой қандай болсақ та баласы жаман болса да жақсы болса да андай ата ана деген енді қазір шынымен де бір ақылға келетін жастамыз ғой негізі есімізді білеміз деген сияқты әркім өзінің шаруасы бар айналысатын сүйіктісі бар дегенмен де ата анаға уақыт бөлу керек қанша жерден важный болып бара жатсақ та қанша жерден абай болып бара жатсақ та құнанбайларды ұмытпайық та қатты айттым қатты сезініп отырмын мен примерно ана ситуация потому что менде де ондай бір емес қанша рет болған ғой бүйтіп звондап ше бүйтіп тұрасың да мам десең оу жаным дейді бітті ғой кетеді ғой былай үйге келсеңші деп еще андай біледі ғой ол саған қиын болып тұрғанын ше сол жерде жүректен сезіп қояды сразу поддержка береді да саған жаным сен менің алтын баламсың ғой типа сен ешкімнің ала жібін аттамайсың білем құдай бәрін көріп тұр
сенің бәрібір жолың ашылады, уайымдама, қиындық деген ол уақытша, бәрі оңай, ешкім кешірші, андай ешкімге оңай емес, андай проблема деген адам баласына по-любому болады деп. Салт етіп көресіз. Дарья, сенде ондай ситуация болды ма өмірде? Мен сөйлемей қойыңызшы. Неге? Қазір не істеп отырсың? Мен кешірші, Дарья, пожалуйста. Естесі көрініп қыздың көз жасына қалдым. Мен просто ата-ана дегенде просто мен не үшін оны айтып жатырмын, просто енді ата-анасына көп уақыт бөлмейтіндер бар, нелер бар, солар кішкене көріп, звондап дегенде бар. Ата-ана деген негізі береке ғой. Негізі біз берекені көшеден іздейміз. Сосын ата-анамызға важный көрінгіміз келеді да, и ойлаймыз береке сыртта, біз тіршілік істеп жүріп, бүйтіп жүрген сияқты көрінеміз да. Бірақ осы мен ата-анаммен бір жыл болған шығар, қатты күшті доспын. Оған дейін айына бір рет болсын, әшейін тігі сал деп жазып жіберсат мама болды. Тігі сал болды. Сондай отношением сондай. Папа андай объявление жібере салады, новости, тиктоктағы бір нәрсені жібере салады, сондай сөйтіп араласатынбыз ғой. И бір уақыт болды, қазір андай үйдегілермен тұрып жүрмін да, қазір мен өз квартирамды сатып жібердім, басқа квартирам дайын болғанша үйдегілермен. И мен тұра бергім келіп қалды ары қарай ше. Өйткені үйге келемін, үйде береке бар ғой. Мамаң күтіп отырады, тамақ істеп, папаң телевизор көріп жатады. Осындай бір тиын тауып келесің, бір нәрсе мамаң Каспиін салып жібересің, бітті ғой. Кайф. Ертесің, сен қанша сал, тура сол ақша ертесің 10 есе түседі ғой саған. Үйге барғым кетті ғой. Үйдің берекесі тек күшті негізі. Оны ерте түсіне алсаң күшті ғой негізі, ғой ерте түсіне алсаң. Уақытлы, иә, бұл кісілердің. Мысалы, мына жерде отырған бәріміз, мысалы, жазира еркін болғанмен үйге барғанда жазенсің ғой сен. Жазен? Медет жаңабай болғанмен үйге барғанда моқ қой. Актер болсаң өзіңе ғой, короче. Дженнифер Лопестен ба кім болса да үйге барғанда дәкөнай ғой. Озайн папам айтқан. Дәке 30 000 адам жинаса да үйге барғанда дәкөш шығар ғой. Концерт жүргізіп жүргенмен қанша 4-5 жыл болды ма? Қанша арена, стадион жүргізіп жүрмін, площадь жүргіздік, бірақ бір выступлениеме әке-шешем келмеген ғой, мен жүргізгенді көрмеген ғой. Дәкөшсің ғой. И сөйтіп үйде өмір сүреміз, анам күштіміз, мен бөлек тұрған кезде дәулет болды. Яғни мені вообще в упор көрмейді ғой үйдегілері. Не істеп жүрсің? Оларға екі тиын ғой, қызық емес қой. Андай істеп келдім, олар мақтанады негізі. И андай ғой, әңгімесі жаңағындай ғой. Өзі жеке стендап концерт бір нәрсе концерт бердім Алматыдан. Сөз келді ғой, әкешем отырды, мақтанып мәз отырған екен. И сөйтіп бір екі күннен кейін үйде ұйықтап жатсам, папам келіп, ойбай, көшеде әжептәуір дәке екен ғой. Бізге де дәулет қой мынау дейді, андай шекап. Үйде андай шорт футболкамен жүрмін ғой, ойбай, әжептәуір сахнада дәке дейді. Үйде дәулет қой мынау дейді, андай ше. Папам айтым, бірінші рет келдіңдер ғой выступлениеден. Негізі сондаймын ғой сәл деген. Звездамын Үйдегілер вообще в упор көрмейді мен. Енді жұмысымды, тірлігімді, мен ата-анамнан ұялатын нәрсем сол. Асқар дұрыс айтып жатыр, әке-шеше оның бәрін көреді, біледі. Просто андай ғой. Негізі сен жоқта мақтанады ғой. Сен жоқта сұмдық айтады олар. Мақтан патология қуанып. Негізі қазақта күшті сөз бар ғой, ер жігітті бәрекелді құртады дейтін. Ер жігітті бәрекелді құртады дейді да. Қыз баласын керісінше жаным еркелетсең, қыз баласы ашылады. Гүл ғой енді, еркелеткен сен гүлге жақсы сөз, жақсы қойсаң, ол құлпыра береді ғой. Ал жігітке андай жақсы сөз айтқан сайын ерісіп кетеді, табиғатымыз сондай да. Жігітті қамшылап тұру керек қой әрдайым. Сол үшін әкенің де тәрбиелік мәні өте зор да бұл жерде. Әке егер де бетіңе молодец Меретжан, кино түсіріпсің ғой мені, бір нәрсе десе, шынымен молодец екен ғой деп қалады да, бұл түсіп көресің. А егер сен бетіңе емес сыртына мақтап жүретін болса, бірақ сенімен мақтанатын болса, ол сенімен мақтанатын болса, ол күшті нәрсе. Үйдегі жаңа әкелеріміз бізді бетімізге мақтамайтыны негізі это в пользу. Негізі в пользу. Может, өздерінің көздері тиіп кетпесін дейді шығар. Сосын мынандай нәрсе бар ғой. Өле ойымды жоғалтып алғанымшы. Жоқ, нормально. Ана, топ береміз. Ұл баланы жоқшылықты өсір, қыз баланы тоқшылықты өсір дейді. Керісінше по-моему. Қыз баланы жоқшылық құртады, ұл баланы тоқшылық құртады дейді. Енді мүмкін оны прям тікелей қабылдамау керек шығар, но где-то дұрыс. Шынымен де. Бізді мақтағаннан бұрын олар бізге шынымен де тілекші ғой. Байқайсыңдар ма? Ата-анасының көңілін тауып жүрген бала өте жолы ашық болады. Мен сол жайлы өнер жолында жүрген, жалпы успехқа жеткен адамдар туралы қара көрдім да. Что
у них общего деген сияқты ше. Не ортақ не нәрсе бар. Байқасаңыздар, Илон Маск анасымен отношениясы қандай керемет. О жаққа бармай ақ қойықшы, Қайрат Нұртас. Пожалуйста, ата-анасының батасын алған, тікелей солардың қолдауында жүрген бала, ол ертең бірдеудің бірдеңесін сындырып қойса да, біз оны бәрібір халық болып бүйтіп көтеріп отырық та. Ата-анасының до того қолдауы мықты, Алла тағала оны бүйтіп ұстап отырған сияқты деп ойлаймын менің ойымда. Жоқ, жаңа нәрсе мен жаңа айттым ғой, 2 жыл бұрын жаңа отношениямыз андай болды ғой, WhatsApp-та міне жіберіп қойып, вообще жылулық жоқ бізде, түсініп тұрсың ба? 31 декабрь күні, что-то мама папа бірге қарсы аламыз ба деп айтамын ғой. Сен бара берсе достарыңа біз өзіміз мына жақта бір нәрсе істей аламыз дейді. Ана мені в упор көрмейді, короче, сондай болатын ғой. И біз ана күшті дос болғаннан кейін и реально берекем көрді ғой мен. Не істеп жүргенімді түсіндім ғой, короче, өмірде не миссиямен жүрмін мен деген нәрсенің миыма келді ғой. И бірде жұмысым көбейіп кетіп андай ше. Бірден берекең артып бастайды. Сен бар ғой, ол негізі байқалады қатты. Соңғы 1 жылдықта сен өте қатты өзгергенсің. Оған дейінгі сенің даже вайп дейді ғой, қасында отырған кезде сезінесің ғой. Кішкене шашыраңқы болып тұратын сенің фокусың. Ол нәрсе білінеді. Мен оны енді немен байланысты екенін білген жоқпын, бірақ қазір түсініп отырмын да сен айтқан кезде шынымен де. Сен жаңа неге жылап қалдың? Жоқ, есіңе бір нәрсе түсіп кетті ма деген, бір андай бір жылап звондадым дегенге сенде де бір қызықты немесе бір ол теманы ауыстырайықшы, керегі жоқ. Жоқ, просто қалып қалмасын, недосказанность, ертең көрермендер Дариға внимание бермей қойды деп айтпасын. Недосказанность қалып қалмасын деген ғой. Мүмкін айтқың келген бір оқиғаң бар. Жоқ, төртеуміз ғана ләпілдеп отқан жоқпыз ана жерде. Төртеуміз жақсы Дари жылатып қой, ортада ше. Ертең отпайық. Отыр мына 3 жігіт бір қыз жылатып қойып қарап отыр. Тыржың ақақу демесін деп айтатын әңгімең болса, егер де мархабат деген сияқты нәрселер ғой. Бұл деген не мағына береді? Қыз деген нәзік қой. Көрдіңіздер ме? Әңгімеге андай мен қатысым жоқ қой Дарияға. Бірақ менің ана мамаммен сөйлескеніме жылаққа батыр да. Енді киноның да тақырыбы қызым ғой, қыз баласы деген, значит, өте нәзік жанда. Андай сол үшін өзімнің қызым болса мен андай күшті сияқты, сол үшін қыз қалаймын деп айтып отырғаным. Мен қызым болса мен мысал ретінде біздің жалпы өмірде андай строгая қыздар болады ғой. Өзінше болып қатал болып көрінгенмен, по-любому қызда ол түбінде нәзік, конечно. Бүйтіп сөйлесең жылап қалуы да мүмкін да. Біздің қызым фильмінде менің кейіпкерім сондай. Типа ғой, короче. Умная, ақшаны тауып жатыр, мынаның бәрін толтырып тастаған. Өзі важная, сұмдық қырады. Қазір папаға үй салып тастайды, ананы бүйтіп жібереді, телефонмен шешеді, типа. Сөйтіп жүреді да. Сен осы кино түскенсің ба? Осы фильмде я басты рөлді ойнаймын. Сол жердегі менің кейіпкерім енді маған ұқсастығы өте көп. Біздің режиссер Олжас Нұрбай бекер таңдаған жоқ деп ойлаймын. Сол жерде мен ана кейіпкерді тереңірек тани келе өзімді таныдым ғой. Өйткені мынандай фрагмент бар да, фильмнен көресіздер. Ол жерде бүйтеді да. Мен осындай қиындыққа түстім дейді да, енді спойлер етпей ақ қояйын. Бір қиындыққа түстім дейді да, сол кезде әкесі айтады: қызыма маған неге айтпайсың дейді да. Ана қыз тұрады да: мен саған немді айтам, сен не істейсің дейді. Сондай андай өзін қатты ақылды санап кеткен қыз бала уже ойлай бастайды, менің ата-анамның маған көмектесуге қауқары жоқ деп ше. Өзім до того алыстап кеткен да. Ол өзін осы жалпақ дүниеде жалғыз сезініп кеткен да. Қатты дандайсып деген сияқты көкірегінен амсып, бірақ түптің түбінде сол әңгімені жылап айтып отыр ғой әкесіне. Әкесінің алдына келіп жылап отырса да, жаңа мойындамай тұр ғой, басы иіліп тұрғанын ше. Сол кезде өте бір қызық жағдай. Вроде бы жағдайына қарасаң әкесі шеше алмайтын проблема ғой, бірақ ол кісі Алланың берген берекесімен шешіп береді да. Сондай нәрсе ғой, жаңа қаншалықты қыздар негізі бүйтіп сөйлеп жатады, жаңағы жігіттерді ойбай бір шымшып алып тұрып әңгімеге қосып жатқанымен, ішінде бәрібір нәзік жанды, бір әркімнің ішінде бір кішкентай жазығы отырады ғой. Ана бүгін шоколад жейміз деген сияқты. Негізі біз андай, мен бір жер естіп, біз қазіргі қоғам, именно біздің буын кішкене андай болып кеткенбіз ғой. Поколение. Ата-анамызды ата-аналық миссиясынан
шығарып тастағымыз келе ма или шығарып тастаған сияқты болып көрінгіміз келе ма сондай негізі біздің ең үлкен қателігіміз де сол жерде ата анамыз өз миссиясын орындағысы келеді ата ана ретінде біз сол миссиясын айырмау керекпіз ғой біз керек емес андай мысалы болады ғой мысалы сұрақ бір жұмыс болып пайда болып қалды сенде бір нәрсе пайда болып қалды сен оның жауабын білесің шешімін де білесің жігіт ше өзің біліп түсініп тұрсың бірақ мен кейде әкеммен андай ақылдасып аламын андай ол әке екенін сезіндіріп қоясың папа мынандай нәрсе істейін деп жатырмын соны қалай ойлайсың деп қоямын хотя уже жасайын деп жатырмын ол нәрсені ше бірақ әке андай короче мынандай ғой деп қояды да папам өз ақылын айтып қояды и папа дальше істей берсін мәз болды ол әке хотя ол нәрсе аяқта жұмыс істеліп жатыр уже бірақ енді мойындашы кейде действительно білмей қалатын кездерің болады ғой әкең мысалы ақылын айтып жіберген кезде ну деп қаласың ғой енді анамызға да сондай да менде анамызға да мен андай кейде андай еркелеймін мам үйдесің ба иә 2 сағаттан кейін тамақ істеп қойшы дей саламын қазір менде сондай отношение ой мама деген миссияны беремін да оны балам келе жатыр деп қалады мәз болып тамақ істеп қояды да хотя ол миссиямыздан айырмау керек и сол үшін де ата ана мен қыздың баланың байланысын үзбеу керек қой негізі және бір байқаған ерекшелігім қызы бар әкелермен тек ұлдар өсірген әке екі түрлі ғой негізі байқадыңдар ма несімен қызы бар әкелер мейірімділеу қызы бар әке өйткені қызын еркелете алған мейірімді да баламен немеремен қалай ойнауды біледі ал тек еркек өсірген әке ұжанды ғой қатал боламын қатал полковниктер болады ғой армиядағы ше сондай болып қалған мен папам генерал сияқты андай ше так бірге бір қоссаң 3 па 3 деген сияқты короче біз папа типа сондай нәрсе папаның сөзі заң болды ал осы біздің ағамның қызы туылды ғой Ақбота деген немересі туылды ғой папаны таппай қалдым ғой папа жоқ болып кеткен ғой анау деп ұрсатын папа жоқ бота деп садиктен алып кетіп енді бізге өйстіп қарайтын қарамайды ғой бізге деп ше ше қыз баласы деген өмірде негізі үлкен роль дейтін бар Сабуровтікі ше я что знаю я что знаю как жігіттер болашақта күшті қызды әке болып сондай өмірге деген көзқарастарыңды өзгертетін бір еркетотайларың дүниеге келсін енді ең алдымен жарларыңды жолықтырыңдар жалпы өмірде қандай болса да бақыттарыңды табуларыңды тілеймін бүгінгі менің подкастыма қолдап замандас айтып үлгерген не істемеген сияқты недосказанность қалып қалған сияқты ішінде жоқ бәрін айтып отырмын ғой нормально иә бір қызды шақырып үрімдей жылатып қойып отырғанда сәл кінәлі сезініп отырмын сәл андай ше жоқ мен саған осы жақтан шыққан соң шоколад алып беремін иә дариғаның енді бойымыз бар қызға дариғаның вообще қазақстанда енді дарикорн болып еркелеп жүргені сол бір әкесінің жылы көңілі деп ойлаймын иә бүкіл әлем тербетіп тұрған сияқты сезім береді әкесі одан кейін дархан да мақтап иә шынымен өйткені бір үйдің еркелеп отқан қызын алып әрі қарай еркелетіп өмір сүрдіріп жатыр да не деген күшті жауапкершілік дархан деген ше басқа жігіттерге де соны тілеймін дархан үлгі ғой равно ана дархан тең риск қой негізі менің достарым арасында риск қой анау бала безбашенный ғой негізі риск қой бір нәрсе көріп қала ма болды ғой клинч етіп қалды до конца апармайынша ми тоқтамайды короче ұйықтамайды дарик көрді ма жүрді үйленді болды андай резко ше вообще любой нәрсені андай например спорт тұрғысында бильярд көріп бильярдтың соңына дейін апарып тастайды до конца машина аламын деймін машинаның потологын алып тастайды да отырады үй аламын үйдің потологын андай курс мен бүйтеді бір күні мен түсіндім мен курс сияқты бір нәрсе жасаймын курс сатамын көресің курстың потологына жетемін дейді болт деп қоя саламын бір күн қарасам курс қопарып жатыр андай рисковать ете береді сол сияқты рисковать етіп дарида вот пожалуйста маған сол кішкене несін беретін екен риск ба барсай даридың артынан қазір машинасымен жүріп тұрсаң сол үйіне қарай барады өзі дархан красавчик өте күшті жігіт менің папаммен мен сөйлескеннен гөрі дархан қазір көбірек сөйлеседі екеуі бірге дос екеуі бірге бильярдқа барады келген сайын шымбұлаққа барады екеулерінің әңгімелері жарасады екеуі де ақылды оқымысты адамдар негізі милары IQ-лары жоғары дейінші екеуінің әңгімелері қатты жарасады екеуі бірге отырса например таңертең кездессе түнге дейін бірге әңгіме айтып отыра бере алады да сондай сол жағы өте қатты ұнайды дарханның немет деп ұрады ғой дарханшаны ше әңгіме бірдемсе деп ұра береді ғой бірден саусағын мына жағына дейін майыстырып алады да бірдемсе дос бірдемсе деп ұра береді иә
ал достар Шүкір, қолдауларыңызға рахмет. Күшті әңгіме болды. Мен мысалы өзім білмейтін қызықты фактілермен бүгін кездесіп қалдым. Сендердің өмірлеріңнен, балалық шақтарынан бір қадам жақын болып қалған сияқтымыз. 29 қаңтардан бастап Қызым фильмі бүкіл Қазақстанның кинотеатрларына шығады. Міндетті түрде әкелеріңізді, жақындарыңызды ертіп барып көріңіздер. Үлгі тұтатындай әдемі оқиғалар желісі болады. Сондықтан барлықтарыңды шақырамын. Иә, міндетті түрде көріңіздер. Себебі мен біріншіден барғым келетін себеп, мен екі адам киноға түссе міндетті түрде барамын. Біріншісі Қайрат Әділгерей, екіншісі Әбунасыр Серіков. Ер азаматтардан ше. Бұл мен киноны сынамайын, просто сол кісілердің ойынын қарап отыра беремін. Кайфы, ләззат аламын ше. Мимикасынан, бұрылғаннан ләззат аламын. Мен киноның постерін көрсе Әбекеңді көрдім да. Мен барам однозначно дедім, типа. Бұл кинодан қалып кетпеу керек. Өйткені бұл кинода Әбунасыр Серіков ағам бар, менің мамам Баян Мақсатқызы бар. Өте мықты фильм болады деп ойлаймын. 29-нан бастап міндетті түрде бірге барайық. Иә, достар, баршаларыңызды 29 қаңтардан бастап Қазақстанның барлық кинотеатрларында Қызым фильмінде күтеміз. Қыздар бар жандар болатын болса, қыздарыңызбен келіңіздер, жұбайларыңызбен. Отбасылық фильм ғой, былайша айтқан кезде. Міндетті түрде жіберіп алмаңыздар. Баршаңызды күтеміз. Рахмет. Күшті сәттілік Олжас Нұрбай ағама, барлығына тікелей сәттілік. Күшті көрерменнің көңілінен шығатын, әрбір келген көрермен өзіне бір ой түйіп өтетіндей, және де әлеуметтік желіге салған кезде міндетті түрде қазір пікірлердің арасында молодцы, өте күшті кино, міндетті түрде бару керек деген пікірлер өте көп болсын. Қызым фильміне үлкен сәттілік.